Өткенде осы нигериялық қыз жайлы видео салып едік. Видеомыз 230 мыңдай шамасы қаралым жинапты. Осы видеода осы қыз Абай атамыздың 38-ші қара сөзін оқып керемет шабыт алып осындай бизнес бастапты деп айтсам, көп адам күліп жатыр. Абай атамыз қайдан таниды деп. Бұл Абай атамызды таниды екен. Бұл кезінде Қазақстанға жұмыс жасауға келіп, қазақ тілін үйренісу барысында осы Абай атамыздың қара сөздерімен, кітаптарымен танысып оқып көрген екен. Сол 38-ші қара сөзі керемет жүрегінде терең қалып, кәдімгі тереңінен түсініп, сол қара сөзді сосын еліне қайтып осындай бизнес леди болып кеткен жайы бар екен. Мынау мебель жасау бірінші бизнесін жүйеге қойып, екінші бизнесіне өтіпті. Мынандай керемет, мынау Нигерия бойынша баллондарды, шиналарды, керек емес шиналардың бәрін жинап, оны былайынан темірлерінен бөлек ажыратып, мынау ішіндегі жаңа резинасын клейлермен тағы да басқа заттармен араластырып осындай керемет бурчаткаларды жасап, әдемі экологический, яғни экономический да өте керемет бизнесті жолға қойған екен достар. Жалпы Абай атамыздың 38-ші қара сөзін әркім арғалай түсінеді. Сіз өзіңіз қалай түсінесіз? Жалпы осы қара сөзін оқыған ба едіңіз? Комментарийға жазып, өзіміздің қара көздерді қолдап, лайк басып, тіркеліп, керемет осындай бизнес идеясы бар адамға жіберіп қоюды ұмытпайық.